Талдықорғанда демалып жатсам, біреулер видеолар жібереді, қарасам Қайрат бауырымыз Сәкен Мағазиев ағамыздың тойында ұрып тұр. Махаббат, ғажапсың деп. Әлеуметтік желіде сторисіңе салып қойыпсыз ғой, хабарласыңыз деп. Хабарласып тұрмыз, ал дейді. Өнерден алып тастаймын, радиодан алып тастаймын, телевидениеден алып тастаймын деп сөйледі да маған. Біз не үшін авторлық құқыққа тіркейміз, егер біз әніміздің құқығын қорғай алмасақ? Онда ән ұнап қалды екен деп біреудің әйелін алып кете бересіңдер ме дедім. Кейбіреулер Қайратпен дәл осы болған оқиғаны хайп деп жатады. Хайп басталды ма? Басталды. Халыққа керек осы ма? Осы деген сияқты нәрсе болды. Сәлем достар, бұл кездесу студияда Наргиз Ибрагим және мен Жандәурен Мәди. Достар, баршаңызға сәлем. Кездесудің бүгінгі қонағы әнші Самат Жанғазин. Қош келдіңіз, Самат мырза. Қош көрдік. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Бізде. Көңіл күйіңіз қалай жеттіңіз студияға? Көңіл күй күшті, тез жеттім, пробка жоқ, сол қуантады. Түсте, білмеймін, қаланың бәрі қазір қасып тұрған ғой. Запаспен 2 сағат бұрын солай шығасың бәр жерге. Енді келгеніңізге қуанып отырмыз. Кеше ғана басқа қалада концерт беріп жүредіңіз. Студиямызға үлгеріп келгеніңізге алғысым шексіз. Тегін концерт. Тегін концерт. Неге? Неге дейсіз ба? Өйткені тегін және де ауылдардан бастап жүрмін. Өйткені мен ауылдарға, тойларға барып жүрген кезде көп еститін, бізге әншілер көп келмейді, ауыл деп менсінбейді, сондай сөздер көп еститін. Содан кейін өзім командамен ақылдасып, Ерасыл деген директор бауырым бар. Екеуміз сөйлесіп, ол да жетекші ретінде Талдықорғанда Назар серілердің этногруппа 5 баладан құрған шығарып жатыр. Жалпы сол қасыңа ертіп гастроль аралайық, ауылдардан бастайық деп мен айттым. Тегін жасайық дедім. Билет сатып, ауылдың адамдар өздері шешіп жүрген жоқ, зарплаталар да аз, таңнан кешкен жұмыс. Бір демалдырып қайтайық, баталарын алып қайтайық. Құдай жар болар, ақшасы да, басқасы да табылар дедім да. Сөйтіп 3 ауылды аралап келдік. 3 ауылды. Күшті, керемет ауыл. Бірақ енді Самат, сіз бәрібір тегін ештеңе болмайды ғой, оның шығыны бар деген сияқты. Сіз барасыз, жолдың ақысы, одан кейін жататын жер бар ол жақта. Оның бәрін кім көтеріп жатыр? Әлде демеушілеріңіз бар ма? Енді демеуші бірінші Алла, екінші ақырындап өзіміз тәуекел етіп шыққан кезде болады. Біреу айтады, сапарда жүр екенсіңдер, мен полный бак бензин құйып берейін. Біреу айтады, тамақ ішіп алыңдар мына жерден мен алып берейін. Или барған жер бір қойын сойса да, бір кішкене шайын қойса да күтіп алып атады. Соның өзі рахат жетеді. Сізді шақырудағы себебіміз ол сіздің шығармашылығыңызбен кездесу, YouTube арнасын тамашалап отырған көрерменге таныстыру. Екінші, енді көрермендер де өзіңіз де біліп отырған шығарсыз, ол махаббат қандайсың әніне байланысты дау. О махаббат ғажапсың ба? Соны негізі ашылып бір сұхбаттарда бір айтпаған екенсіз. Барлығы жалпы неден басталып, бүге шүгесіне дейін айтып бере аласыз ба? Енді айтып берейін, халық білгенде дұрыс қой. Оны айтып та жүрмін. Біздің Дәурен Шәріп деген композитор ағамыз бар мықты. Қайратқа да әндер жазған, Өмір ғажап деген әндерін. Тағы атты, мазала деген. Сол Дәурен Шәріп ағамыздың әндері бар. Мен де сол кісіден армандап жүрген, осы кісі бір ән алсам берсем. Ол кісі бүйтіп ән бар ма деген, бәрі де бере қоятын адам емес. Ол кісімен бірге жүру керек, әнмен ауыру керек, қасында біраз творчество жүру керек та қасында. Таңдайтын болып тұр ол кісі, Ол кісі сен даусың күшті екен деп бере салмайды. Араласасын, қарайды, сөйтіп жүріп, қасында осы әнді алу үшін қасында біраз жүрмін ол кісі. Ол кісі өзі қарапайым стройкада охранник болып жұмыс жасайды. Сондай. Сол кезде барып тұрам, объект строительство болып атады, түнде бәрі жалып кетеді, жұмысшылар кетеді, мен барып аламын гитарамды алып будкасына. Екеуміз отырамыз, шай ішеміз. Сол кезде сөйтіп шыққан ән ғой, махаббат ғажапсың. Ол кісі де айтады да, қазір махаббат жоқ, ақшаға сатып алуға болады. Көп жастар солай екен ғой. Сіз де жассыз ғой? Жоқ, қазір енді. Қаншаға келіп қалдыңыз жалпы? Жастар деп сөйлеп отыр. Оқия ма жылыңыз? 2005-2007-лер ғой жастар дегендер. Оларда бүйтіп біз орта жаспыз Жандәурен. бір-бірін сағынып, баяғыдай біз енді
бір көру үшін кезу үшін смстер өлең шумақтарын дайындап чтобы қызға приятно болу үшін сондай едік қой ауыратын едік қой кездесіп қазір ондай жоқ дейді бәрін ақшаға сатуға болады деп сол кісі сөйтіп сондай әңгімелер айтып махаббаттың қазір тапшылығы сол тақырыпта сөйтіп махаббат ғажапсың деп туындады ол ән. Содан шығарып жазайын деп дайындап баяу версиясын жазғанбыз негізі. Өзі әнді солай баяу шыққан. Сөйтіп жазып баяуын дайындап шығарып жүрген кезде студияда жаңа Азамат деген бауырым бар, аранжировщик, сол айтады. Ұсақ жасап кеттік, 2 ай жасадық. Жалға бастап кеттім әннің уже дейді да. Ананы живой ойнатамыз, мынаны ойнатамыз сөйтіп жүрген. Давай мен быстро жасап көрейінші деді да, екеуміз резко ауысып кеттік, быстрый темпке. Сөйтіп жазып кетті, енді анда жібердік, мында жібердік, YouTube. Сөйтіп Талдықорғанда демалып жатсам, біреулер видеолар жібереді, қарасам Қайрат бауырымыз Сәкен Мағазиев ағамыздың тойында ұрып тұр. Махаббат, ғажапсың деп. Ең бірінші реакцияңыз қандай болды сол кезде өзіңіздің? Шынымды айтсам андай болдым. Түсініксіз болады андай қарап отырдым да. Бір досым айтады, сен халық емес Қайратқа ұнайтын ән жапсың ғой деп. Сол сияқты Қайратқа ұнап жатса қуаныштымын дедім, бірақ судың да сұрауы бар ғой дедім да. Әр нәрсені жерде жатқан затты тауып алсаң кімдікі деп ішіре сұра дейді ғой. Сол сияқты сондай нәрсе болу керек шығар. Бұл кімнің әні, кім жазды. Сөйтсем оның алдында Дәурен ағамға келген екен. Дәурен ағам сол кезде ақшадан қысылып тұрған кезім екен көрсетіпті, осындай ән бар. Енді арғай алам деп атса, Саматпен де келсем, Саматтың әнін Қайрат ұнатып жатыр, қайтеміз, ақша керек болып тұр деп түсіндірем деп ойлаған екен да маған, сатшы берейікші деп. Сөйтіп миллион теңге десе, түсірмейсің ба, бүйтпейсің ба, сен айтып, мен базарда кәшке сатып отырған жоқпын. Ал миллионға алмасаң, басқа жұмыс жасап жатырмыз. Қымбат миллионға алған емеспін, алмаймын деп кетіп қалыпты ол. Кейін мен шығардым, бүйттім, араларында бір әнші бар, атын айтпай қойып, екеуі бірге оқығам Қайратпен. Сол менің версиямды жіберіпті, сен алмай кеткен әніңді қарашы қалай күшті шығарыпты деп. Осын шығарып алсайшы, саған жарасады деген дей ма, білмеймін мен не деп. Сол жіберген. Кейіннен жаңағы әнді Валентин деген кісі бар өзі. Әнді соған жасады. Соған берген екен, дәл осылай жасап беріңіздерші деп. Мен ол кісіге де звондадым кейіннен. Сіз жасапсыз ғой деп. Маған ақшасын төлейді, жасай беремін. Ол кісінікі де дұрыс та. Сол дәл осы один в один жасап беріңізші деп айтыпты. Сөзі де, пения да менікі ғой, бәрі ұқсас. Мен ренжіп жаңағындай. Номер де жоқ қой Қайрат, номер жоқ, басқасы номер жоқ. Мен сториске салдым, осылай рұқсатсыз айтуға бола бере ма Қайрат бауырымызға деген сияқты авторсыз әнімізді. Хабарласыңыздар деп. Кейіннен жаңағындай ертеңде ма күттім енді, ешқайда шықпай тыныш отырып. Не дейді екен деп жаңағы шықты, Салтанат па, ұмытып қалдым, Салтанат болмады аты, администратор кісі. Сіз әлеуметтік желіде сторисіңізге салып қойыпсыз, хабарласыңыз деп. Хабарласып тұрмыз, ал дейді. Сіз міндеттісіз дедім, хабарласу. Қалай ол жерде жатқан ән ба, или кім көрінкін айта бересіздер ма? Андай жағында ашып бердім, ашуланып кеттім мен. Сонда ән ұнап қалды екен деп біреудің әйелін алып кете бересіңдер ма дедім. Сендер де сондай ма дедім. Сонымен дұрыс келіспей екенбіз. Мен айттым кейіннен, мен сізбен сөйлесе алмайды екенмін. Сіз кішкене енді мәдениет адамына хабарласып тұрсыз жалпы. Ой, қазір әншілердің, администраторлардың өзі жұлдыз ғой. Әншіден әншілерге қарағанда, ойбай. Талай байқап жүр, мен қарапайымдық дұрыс қой. Адамға жылы сөйлесен, жылан ұясынан шығады дейді. Әрине, жылы сөз айт. Самат мырза, кешірім сұраймыз, сіздің әніңіз екенсіз, шатасып қалыптық, бүйтіп қалыптық, келіңіз бір шәугім шай деген сияқты. Оны әнді сатып жіберейін деп тұрған жоқ, оны әлі де сатқан жоқпын оларға. Сөйтіп бір мәмілеге келуге болады ғой, негізі сол изначально подход, дұрыс сөйлесу жағын үйрену керек. Мәдениетте, өйткені сол сферада жүргеннен кейін сәлеметсіздіктен бастап дұрыс сөйлеу, сол жағынан кішкене ол кісілерге айтпай жүрдім. Қазір енді білмеймін, маған хабарласпайды. Нұрлан звондайды, болмаса Қайраттың өзі бір-екі рет видеомен сөйлесіп, Астанаға бардым, алдында сөйлесіп. Келмейді, бай келмейді, уақыты жоқ. Сонда Мөлдір ханым білесіздер ғой? Тұрсынбек Қабатовтың жары. Сол кісі видеомен звондап қалды, инстаграммен.
бұл кісі деп сөйлесіп қалсам, Қайрат екеуі отыр студияда Астанада. Қазақтың балалары бір-біріне араздасып, сырттарынан жаман сөз айтып, ұят болады енді дейді. Ағаң ғой деп айтамын, құрметтеймін, Қайратқа ешқандай претензиям жоқ. Жол үлкен. Енді бәріміз еліктеп жаңағындай бағын берсін, жолын берсін деп жатырмын да. Бірақ енді судың да сұрауы бар. Бір ауыз сөз көзбе-көз сөйлескеніміз дұрыс қой деп едім. Астанаға кеш деді Қайрат бауырым. 4 күні концерт болады. Мен сені қосайық сояққа. Қатысып сөйлесейік деп. Бардым Астанаға барып, екеуміз қол алысып сөйлесіп, дуэт жазайық деп. Мен айттым, соншама енді ән көп қой, саған күніне 40-50 ән келіп жатқан шығар. Демо версиялар, менікін айтшы. Білмеймін дейді, өлең маған арнап жазылғандай өзіме қатты ұнапты. Мен айттым, енді ол ән Құдайдікі ғой деймін, әлі талай әндер шыға береді. Менікі деген әңгіме жоқ, бәрі Алланікі деп жатырмын. Ұнаса, сен де маған поддержка жасап жібер, дуэт жаза жіберейік. Аранжировка, бәрін өзім мойныма алайын. Бәрін істеп болды деп келісіп, сонымен жақында жаңа демо версиясын жасап, басқалай өзгертіп жібердім. Кішкене босанова стиліне сөйтедім, сында ол видеомен звондады, күшті жасапсың. Болды, осыны жазайық деп. Ассалаумағалейкум ағайындар. Інімді көрдім, кеңшелді көрдім. Депрессияда. Арамызда қалсын. Арамызда қалсын. Жақсылық болсын, көргенге қуаныштымыз. Скоро дуэт. Ждите. Махаббат ғажапсың. Енді Қайратты күтіп жүрмін. Сол жаңағы О махаббат әні ма әлде басқа ән О ба? махаббатта. Екеуіңіз бірге жазасыздар. Дуэт жазатын болды. Сондай жоспар бар. Қайрат Нұртас келісті. Енді жалпы сондай ұсыныс тастады. Сіздер келістіңіздер, бірақ ән әлі жазылған жоқ. Күтіп жүрсіз ба? Жоқ, аранжировкасын жазып жатырмын, бітіп қалдым. Сізді күтіп жүр екен ғой онда. Бір ай өтіп кетті одан бері, егер қателеспесек. Енді аранжировканы жіберіп отырамын мен. Мына жерін алып тастайсың ба? Енді опыт көбірек қой енді. Қанша жыл жүрген адам. Мына жерін өзгертсек, мына жерін екі жерін айтты. Соны қалай дейсің, солай болады деп өзгертіп беріп жатырмын. Автордың көзқарасы қалай? Автор қуанып жатыр. Ол кісі де енді ол кісінің сөзі ғой жаңағы ән менікі емес, ән Құдайдікі дейтін. Сол кісі айтады, енді мен қуанамын, екеуің араздасып бүйтіп жараспайды ғой дейді. Сіздің өнерде жүргеніңізге қанша уақыт болды? Қайрат Нұртас бұрыннан жүр деп айтып қалдыңыз. 2015-те бітірдім ғой мен Тербек Жүргеновті. 10 жыл болып қалған шамамен. 10 жылдай болып қалды енді. Ол кісінің анасы продюсер, мысалы, командасы бар, киіміне, тұрысына, шашына деген сияқты. Бізде универсал ғой бәрі. Жалғыз өзіңіз. Өзіміз, әйтеуір біреу қолдайды, біреу анадан көмектеседі, солай. Өз жолымыз өзіміз әйтеуір қалап келе жатырмыз ашып. Енді ән жазу да, әнді ұсыну да ол арзан дүние емес қой. Иә. Жаңа өзіңіз де айтып қалдыңыз. Қайрат Нұртасқа миллионға сатам деген екен. О махаббатты жазу үшін біраз ай кетті. Иә. Сұрақ, қанша ақша жұмсадыңыз? О махаббатқа. Ол жерде ақшадан гөрі бізге уақыт пен жаңағы жасау процесі қымбат болды. Оның өзі кәдімгідей рахат дүние былай айтқанда. Ішіп жеуің ол жерде тамағың, аранжировканың тамағы, көңілі, настроениесі көп қой. Жас бір әнге мысалы қанша адам жұмысы, гитара, аранжировщик, ана аспап, мына аспап, сводчик, ақын бар. 7-8 адам бір әнге жұмыс жасайды ғой. Одан кейін оны шығару үшін обложкаң бар, фотоң бар, айналып келгенде бір 10-12 адам бір әнге жұмыс жасайды екен. Оның ақшасы маңызды емес болып қалады ол жерде. Кәдімгі оның жұмысы, процесі, бір әнге жұмылып жұмыс жасаған команданың несі қымбатырақ. Ақыннан сатып алған жоқсыз енді? Ақын өзім досым Сағи деген Талдықорғандық. Куплеттерін жазып берді, шумақтарын. Қайырмасы сол әкемдікі осы әні, қайырмасы бәрі. Ол кісі сізге сыйлады енді? Иә. Өз ара келісімдеріміз бар, миллиондар тұратын. Ауызша болсын, былай болсын, көңіліміз бір-бірімізге миллиондар ғой. Былай айтқанда ақшаға сатпайды. Енді бәрібір адамдар қарны ашады, бала шаға бар деген сияқты енді. Не сөз бар ғой енді, жайдан жай
бәрібір ақшасыз көп нәрсе шешілмейді ғой. Шыны өмірдің шындығы ғой, мысалы. Бәрінің бір үйдің отағасы, бала шағасын асырау керек, олардың тамағы бар, оқу бар, бәрібір ақша керек. Енді Көңіл деп жүре бермейсің ғой деген ғой. өнерге бар ғой, ақша табам деп келу, білмеймін, дұрыс па, дұрыс, мен үшін дұрыс емес сияқты. Енді ол да бір тарих қой, өнер деген. Артымыздан ертең бала шағамыз өседі, оның достары болады, бауырлар болады, әкең әнші болды, қандай әндер жазды деген кезде біреулер тиіп кетпесін, енді арзан әндер көп қой қазір. Сондайлардың қатарында болып қалмайық деп айтар, дұрыс сапалы дүние жасап сондайлар. Ал Самат Жанғай сен арзан дүние жазбайды. Енді арзан дүние деп тойдың әнін арзан деп бөліп қойсам қазір ол да қате пікір болып жатыр. Той деген ол басқа өзінше әлем, өзінше басқа стиль. Ол әлемде жоқ стиль, қазақтар ойлап тапқан шығарсың той дегенді. Әйтсе попса, джаз кете береді ғой. Той стиль деген жоқ қой. Самат, сізде бір кәсібіңіз бар ма? Өнерден бөлек? Жоқ, осы бар өмірімде, өнерім. Шәмші аталарымызда бәрі бір киіммен жүрсе де тарих қалдырды ғой. Нұрғиса аталарымыз классика мықты, сол кісілер енді жолын берсін деп тілейміз. Ақша маңызды емес. Айтқан тегін концерт беріп бұл маңызды болса ақшаға да қоятын едік. Енді Самат, бізде соңғы рет деген айдар бар. Соңғы рет айдарында сізге бірнеше сұрақ қойылады. Сол сұраққа нақты Наргиз айтқандай тез жауап беруіміз керек. Бастаймыз ба, дайынсыз ғой, иә? Ал жақсы. Самат соңғы рет қашан жылады? Ой, соңғы рет ба? Кешен әр күні атарда концерттен кейін. Не болды ол кезде, ол жерде? Енді андай бір болады ғой, адам ойланды, концерттен кейін күшті отырғанмын жаңағы. Әкем есіме түсіп кетті. Әкем өзі өнерге дайындаған адам ғой мен. Кішкентай тамада, әкем өзі тамада болды. Кішкентайынан тойға алып шығып, әндер үйретіп. Сол кісінің арманы ғой, сахнаға шықса келеді. Концерттен өзім ойланып, әкем есіме түсіп бір жылап алдым. Қазір болса хабарласып, видео жіберетін едім. Бүгін зал толы болды, күшті өтті деген сияқты нәрсе. Эмоциямен бөлсем, соны бір есіме алып жылап алдым. Самат соңғы рет қашан өтірік айтты? Өтірік айтпаймын мен негізі. Бірақ керек кез болады, айтуға тура келеді. Біреуді ренжітіп алмау үшін, қауіптенбеу үшін, ұрыстырып алмау үшін деген сияқты нәрселер болады ғой өтірік айтуға. Қалай ойлайсыз? Жақсы ойлайсыз. Жақсы. Самат соңғы рет қашан қатты ұялды? Ұялды дейсіз ба? Кәдімгі қызарып. Ұялатын тұстарымыз көп қой, болып тұрады. Кейбір енді білім жағына келіп қалған кезде білмей қалатын жаңағы кездер болып қалады, сұрақтар қойғанда сол жерде ұялып қаламын басында. Пидің мәні қанша? Ал? Пидің мәні. Математикада сұрақ қойып отырмын сізге. Ой, жоқ, ондай. Қай сабақта мықты болдыңыз ал? 10 саусақты түріп санай аламыз. Тарихтан ғой. Самат қашан өзін шын бақытты сезінді? Бақытты дейсіз ба? Мен енді әр ұйықтан тұрған кездегі тірілердің қатарындамыз деген өз бақыт мен үшін. Басқа енді бақытты сәттер көп бола берсін деп тілейміз ғой. Әмин. Самат соңғы рет қашан алданып қалды? Алданып қалды дейсіз ба? Мүмкін қазір енді алаяқтар көп. Интернетте болсын, өмірде де. Мүмкін жаңа ақшаға біреу лақтырып кеткен шығар. Болмаса енді білмеймін. Бейнебаян түсірем деп алдап кеткен. Мүмкін ән жазам деп жазды. Сенгіш болатын мен. Адам көңіліне қарап, осы адамды ренжітіп болмаса екен деп ойлап сөйтетін. Кейіннен өмір өзі тәрбиелейді, үйретеді екен. Өміріне сабақ дегендей мектеп. Адамдар сен ойлағандай болып шықпай қалған кезде разочарование болады. Неге мен шынымен де шын көңілмен араластым ғой, шынымен сиырдың ала сыртына адамның ала ішінде деген сол екен, рас екен. Сонда алданып қалған кездер болды, бірақ часто емес, адамға уже бай қарайтын боласың. Сөйлесіп отырсаң да, ар жағында не ойлап тұр екен, қандай пайдасын ойлап тұр екен, или қандай айласын ойлап тұр екен деген уже сондай күдік адамдардың өздері салып қойды күдік. Сол себепті
тексеріп барып араласамын. Негізі пәк едім ғой дейсіз ба? Самат, қашан соңғы рет ғашық болдыңыз? Енді ғашық болу махаббат қалды ғой сол өзіміздің бірінші махаббатымызбен. Ғашық болу, мен ойлаймын, адам әдемі қызды көргенде, әдемі көздер, ғашық болу ол тұрақты нәрсе шығар. Жақсы. Самат соңғы рет қашан қарызға ақша сұрады? Жақында болды, осы 2-3 күн, 4 күн бұрын болды. Бір видео афишалар нелер жасатқан кезде ақша болмай жетпей қалды, өз концертін ауылдарға жіберетін жасатып жатқан жігітке жетпей, сол біреуден алғам жақында, бере тұршы, тойдан бере салам деген сияқты. Енді ол алыс беріс бола береді ғой өмірде, енді Қайтардыңыз? Байдың баласы емес, жайдың баласымыз ғой. Қайтарамыз обязательно. Бірінші алғаннан кейін қайтаруға асқам ғой. Қашан соңғы рет ашуландыңыз? Мен тез ашуланып кете аламын, бірақ тез ұмытып кетемін. Қалай ашуланасыз? Көрсете аласыз ба? Камераға. Пип-пип деген қоя салыңыз. Ашу дұшпан деп, ашуланбаңыздар деп бәріне айтқым келеді, негізі. Бірақ енді по ситуация болып болады ғой. Пип-пип-пип-пип-пиптар кетіп қалады ғой. Жақсы. Осымен соңғы рет айдар аяқталды. Әрі қарай сұхбатты жалғастырамыз. Самат, енді жаңағы Қайрат Нұртаспен дауға қайтадан оралайықшы. Жалпы қалай болды татуласу? Жақсы. Астанада сол жаңағы концертіне шақырды ғой. Мөлдір ханым бар, бәріміз сол кезде. Мөлдір ханымға көп рахмет, негізі сол кісінің септігі тиді ғой, өзі хабарласып, осындай әйтеуір. Сонда Мөлдір ханым болмағанда мүмкін татуластық болмас па еді? Ол мүмкін болмас дегенде жолықпайтын едік. Ол кісінде уақыт жоқ қой. Жаңағы жерді кішкене тағы сұрап алайыншы, сізге Салтанат есімді енді хабарласты ғой көмекшісі. Бірақ ол нәрсені Қайрат Нұртас біле ме екен? Кейін айтады, негізі маған сол команданың ошибкасы, қателігі, дұрыс емес жеткізгені. Әнді солар маған жазып тастады деп ақталды. Кейбіреулер Қайратпен дәл осы болған оқиғаны хайп деп жатады. Көбі сөйтіп айтты. Шын мәнісінде Танылудың жолы ма деп, ол Қайратқа қандай ақша берсең ондай хайп істемейді шығар. Құдайдан өзі келген сондай хайп деп қабылдадым енді. Енді ол кісілерге мен басында адам құсап айттым, хабарласыңыздар, связға шығыңыздар деп, жолығайық деп. Ол кісілерде ондай болмағаннан кейін жаңағындай өзім TikTokқа видео түсірдім. Достарыңыз да көп видео, фото салды. Мән жай түсіндіп, бүкіл, білмеймін, анау депутаттардың, министрлердің отыратын парақшасына дейін салып жүріпті ғой. Соға таң қалдым, байнан кәдімгі тарап кетті. Астанадағы үлкен ағаларымыз шығып, бір ауыз сөз айтайық па деп. Жоқ аға, өнерде өзіміз шешіп аламыз. Әнді бөлісе алмайтын зат емес қой деймін. Шешімге келеміз деп, сондай дау болды. Енді екіге бөлінді ғой, біреулер жаңағы хейт айтты, сіздікі дұрыс емес деген сияқты. Қайрат Нұртас қолдағандар болды, сізді де қолдағандар болды. Жалпы өзіңізге бір ауыр болмады ма? Не болып кетті ойбай деген сияқты. Барлық жерде айтылып жатыр, суреттеріңіз шығып, видеоңыз таралып жатыр мысалы. Енді жалпы өмір өзгерді ма кішкене сол сәтте? Қалай айтсам екен сізге? Ол кезде мен бір оқып, комментарийға мән беретін уақыт болған жоқ. Хайп басталды ма? Басталды. Халыққа керек осы ма? Осы деген сияқты нәрсе болды. Кешірім сұрауға кездесе алмаған адаммен дуэт жазылады деп ойлайсыз ба? Егер жазылмады делік. Жазылмаған жағдай. Солай ойладым. Мен оған да дайынмын, негізі. Студияда жазып жатқанда айттым. Енді ол жұмысы көп, алда концерттер берейін деп жатыр. Өзінің, жаңа Нұрлан айтады көмекшісі, өзінің концертке 5 ән жаздыра алмай жатыр, уақыты жоқ дейді. Сенікін енді барынша қолынан сүйреп алып келуге тырысамын деп жатыр Нұрланды. Жазып бітіріңдер, точкасын қойыңдар. Халық күтеді ғой, қайда деген сияқты. Енді бұйырып тұрса жазамыз, бұйырмай тұрса маған одан ештеңе жоқ.
ары қарай жұмыс жасап гастроль жасап жүре береміз. қойыңызшы, бәрібір білесің ғой, мысалы жазылмай қалды. Жазылады. 1 жыл өтті, 2 жыл өтті, мақұл. Енді Құдайға тапсырдым деп жүресің. 3-ші жылда енді болады ғой бәрібір де. Басқа да әншімен жаза береміз. Басқа әндер бар. Бірақ Қайрат Нұртасқа орындауға шектеу қоясыз. Шектеу қойдық қой, бірақ енді жаңағыда айттық, дуэттен кейін айта бер дедім. Концертке де, тойыңа да өз берсең. Халық білсін менің әнім екенін. Сол шатасып жазып қойған әнін дуэтке алып шығып, дуэт жазып, кейін өзің айтып жүрсең, ол жарасымды дедім. Қазір енді бір кездесіп дуэт жазамыз деп ары қарай айтып кетуім жоқ дедім. Ал әннің авторлық құқығы кімде? Мен бір қызық айтайыншы, анау ән гитарамен шықты ғой өзімізде. Сол кезде уже ақынмен сөзін жазып бастаған кезде, аранжировкасы енді кірісе бастаған кезде мен неге екен авторлық құқыққа бардым да, аманатқа жолығып, осындай ән жазып едік деп бәрін тіркеп, сөйтіп документ жасап кеттім. Одан кейін барып аранжировка бәрі бітті. Сөйтсем, ән шықпай тұрып, 2 ай бұрын ба істеп қойған екен авторлық құқық бәрін. Сол көмектесті маған. Ол кісілер маған шығып 50 миллионға дейін штраф болады деген салуға. Сонда өндіріп алайық дейді. Біздің жұмысымыз бізге тапсыр, кеп жаз дейді. Мен айтам, қазір менен ол ақша қолағандай болып қалып тұрмын деймін да, бірақ сіздер жұмыс жасауларыңыз керек деймін авторлық құқық. Біз не үшін авторлық құқыққа тіркейміз, егер біз әніміздің құқығын қорғай алмасақ? Иә. Өзіміздің шығарған әнімізді өзіміздің туындымыз деп айта алмасақ. Қазір бәрі дайын асқаттыққа плагиат жасап кетті ғой. Мен ұяламын өзбек ағайындардан, қарақалпақ ағайындардан. Сондай біздің өнердегі қандамай тарихымыз бар музыкадан. Енді мына жақтан алып жаза салу дұрыс емес қой. Мен еңбектеніп тамақ жасайып, кешке жақын жиын деген кезде тамағымды алып кетті. Сондай нәрсе ғой. Дұрыс емес қой. Ұялам Қарақалпақстан ағайындардан. Шығады уже ертеңінде бір біздікілер жазып отады. Неген мына гитара тұр, ал отыр, инструмент ал, Ямаха ал, клавиш ал. Еңбектен, хиттардың бәрі солай шықты ғой еңбектен. Көп әншіге сол жағынан ренжішім бар кішкене. Дайын әндер жаза бермей, қазақтың өнерін ұялтпай кішкене. Яғни авторлық құқық сізде. Менде. Сізде репертуарыңызда қанша ән бар? Плагиат жоқ па? Оның ішінде бәрі өзіңіздің авторлық әндеріңіз ғой? Плагиат жоқ, кавер бар. Кавер бар. Құлыншақ деген ән. Құлыншағым және перзент сыры. Перзент сыры деген әндер. Енді гитара тұр деп қалдыңыз. Гитараның тұрғанын біз де көріп отырмыз, көрермендер де көріп отыр. Бір қонаққа де сұрайық, жаңа шу болған әннен үзінді сұрайық. Жаңағы енді барлығы шу болған ән, о махаббат ғажапсың деген осы ән, соның бір үзіндісін айтып берейін. О махаббат ғажапсың, жер бетінде азақсың, сондықтан сен ғажапсың. Жүректерді емдеу үшін, о махаббат сен керексің. Тамаша, рахмет. Бізде кездесуде хейтерден хат деген айдарымыз бар. Сіз қазір сізге жазылған бір хейтке жауап қату керексіз. Жауап беру керексіз. Жауап беріңізші. Ашып тастайыншы. Ал, былай дейді. Жақсы бауырым, айып етпе, Қайрат хит қылдау деп ойлаймын. Саған сәттілік дейді. Әр нәрсеге толқыннан толқын шығады дейді ғой. Толқыннан толқын ұрады демекші. Септігі бар ғой әрине, әннің танылуына. Олай айтқанда қаншама тыңдарманы бар, миллиондаған. Жаңағы бір досым айтты ғой, ақын әзілдеп, халықта емес Қайратқа ұнайтын ән жатсың ба деп. Сол сияқты септігі тиді ғой. Әрине. Әнді енді хит ән ғой негізі олай айтқанда. Сөздері, өйткені шынайы шықты да махаббат. Қайрат хит қылды дегенге келісесіз бе? Сәл септігі тиді деп айта аламын. Хит қылды деп айта алмаймын. Хит ол халық қой.
көтеретін бәрін өшіретін де халықтың арқасы ғой. Шоу-бизнесте танымал болу үшін таланттан басқа таныс болу керек дейді. Бәрі болу керек қой. Таныс та болу керек, түрде болу керек, киіне де білу керек, сөйлей де білу керек, дауыс та болу керек. Бір жалғыз дауыспен таң қалдырамын деп білмеймін. Қате пікір деп ойлаймын. Ең бірінші дәл осы өнерге қадам басқан уақытта неден қиналдыңыз? Қандай қиындықтар болды? Сол ақша ғой бәріне тақалады. Мына бай тартсаң бай жетпейді, бай тартсаң бай жетпейді дейді ғой. Бірақ жаңа айттыңыз, мен үшін ақша маңызды емес. Қазір маңызды емес. Демек қазір ақша бар ғой, иә? Жоқ, ақша. Ақша маған керек всегда десең. Енді Просто ақшаның артынан қуаламау керек деп ойлаймын. сол кезде өзгеледі деп ойлайсыз. Сіңді айналсаң, жақсы көрсең, ол кезде ақша да келеді, және де қартаймайды адам, түсінеді. Өйткені ол миын ауыртпайды, нерв шітетпейді. Жұлдыз болу үшін қанша ақша керек? Смотря қай деңгейде. Орташа деңгей дейік. Орташа деңгейде тоқтамай ән жазады, жақсы композитормен ән алып жұмыс жасайды, телевидение, клип түсіру, ротация, 50-100 мың доллар керек шығар бір сезонға. Ары қарай енді өзінің желаниясы болса, шаршамаса, қой мынау қиын екен ғой деп тастап кетпесе, ары қарай уже глобальный масштабный идеяларды іске асыру қосыла береді ғой долларлар, ақшаның саны. Істеп жатқан еңбегіңізге қарай ақталып жатыр ма барлығы? Ақталу деп мен жаңағы бір айттым ғой, ақша тауып, мынанша салдым, мынанша қайтардым деген мүлде жоқ. Өткенде біреу айтады, мен есептеп көрейінші, сен қанша ән жаздың, қанша клип түсірдің, ротациясы бар. Соны өзімен өзі есептеп, өзінің расчетімен де сен мынандай джип ақша құрыпсың, мынандай коттедж құртыпсың деген сияқты. Мен айтамын, оның бәрі дүние ғой деймін, бірде бар, бірде жоқ. Ең бастысы менің өнерім қалды, тарихта қалады, Google-да қалады, басқада қалады деген сияқты. Сол маңызды шығар. Енді бізде келесі Айдар, TikTok тренд Айдары. Сол TikTok'та болып жатқан бір трендті сізбен ойнап көреміз. Норм, стрём деген. Сізге бірнеше сұрақ қойылады, норм немесе стрём деп жауап бересіз. Болды, басқа айта алмаймын. Тек қана сол норм, стрём деп жауап бересіз, болды. Бірінші сұрақ тек фонограммамен ән айту. Стрём. Пиар үшін хайп жасау. Норм. Көлікте тек өз әндеріңізді тыңдау. Норм. Сүйіктіңнің телефонын тексеру. Стрём. Сахнада әннің сөзін ұмытып қалу. Норм. Сахнаға мас болып шығу. Стрём. Ер адам үйде тамақ пісірсе. Норм. Әйелі күйеуінен көп ақша тапса. Норм шығар. Норм, стрём. Осымен аяқталды. Енді жаңа норм, стрёмда TikTok трендте сұхбат бол, TikTok трендте бір сұрақ болды. Сахнаға мас болып шығу. Әріптестеріңіз бар ма сондай? Бар шығар, көзбен көрген жоқпын. Бар шығар енді. Бұрыннан өзі әртістер қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан деген сияқты. Халықтың пікірі сол екен ғой. Әртістер шет, әртістер шегет, әртістер бүйтеді, сөйтеді. Әртістен бөлекте адамдар жасайды ғой бәрін. Просто сол халықтың көз алдында жүргеннен кейін солай көрініп қалады шығар. Самат ішпейді. Ішкем. Темекі тартпайды. Тартқам. Қазір сонда ешқандай ондай зиян әдеттеріңіз жоқ, иә? Арылып жүрмін. Жақсы. Саматтың әнші ретіндегі арманы қандай? Әнші ретінде арманым сол Республика сарайына ән кешін беру. Мақсатым бағана айтма, жеке тегін концерт аралап, ауылдардың бәрін аралап, соңғы финиші Алматы арена или Республика сарайы тегін концерт болса екен. Мұқтаж жандар бар, оның ішінде мүгедек жандар бар. Концерт беріп, барып тұрамыз өзі мүгедек ДЦП-мен ауыратындарға да, басқасына да, қайырымдылық кештеріне. Ондайдан қалмауға тырысамын, бәріне бара беремін. Сол форматта жинап тегін концерттің соңғы финалын солай берсем деймін. Мәссаған, Алматы аренада тегін концерт бергісі келеді. Берсе.
біз қолдауға дайынбыз. Анау тренд бар ғой қазір, ойлашы деген. Рас, ойлашы болып тұр ғой. Бірақ енді ол жақтың арендасы өте бір қомақты ақша ғой, Жандәурен. Енді Сен білесің ғой. Құдайға тапсырдым деп. Сол ниетте болса мен ойлаймын, көмектесетін де, төлеп беретін де адамдар бәрі табылады. Ал әнді хит қылатын әнші ме, ақын ба, композитор ма, әлде жарнамасы ма? Әлде бақ шығар мүмкін. Кейде бір Бұрын әндердің бақ шығар. жақсы ән шықса өзі-ақ кететін. Қазір жақсы әндер күніге шығып жатыр, негізі күшті әндер, жақсы әндер. Бірақ қазір сол ротациясына да байланысты, орындауына да байланысты, бәрі бір-біріне взаимно связаны қазір. Самат, бізде кездесуге ашық микрофон айдары бар. Бұл біздің кездесудің соңғы қорытынды айдары. Қазір сізге бір елестетейік, микрофон бердік. Ойлашы деп. Иә, ойлаңызшы. Ол микрофон арқылы сіз кез келген адамға, тіпті мемлекетке, кез келген ойыңыздағы дүниені айта аласыз. Мен енді айттым ғой, байдың баласы емес, жайдың баласымын. Ағаларыммен де өнер арқылы танысқам, осы гитарамен жан дауыста отырыстарына барып, алдарына барып, сондай бір бағдарламаға шығып, бір кісіден сөз естігем, артынан маған звондап, өнердегі үлкен ағаларымыз ғой, мен құрметтеп, сыйлап жүрген, сен енді ағаларына сене берме, анаған бүйт жүрем, өнерден алып тастаймын, радиодан алып тастаймын, телевидениеден алып тастаймын деп сөйлетті маған. Мен айтамын енді аға буын деп сізге еліктеп жүрген кезде осындай сөз есту мен үшін дедім, ауыр болып тұр. Бірақ құрметтеймін, әлде сыйлаймын. Бірақ сіз емес мені көтеретін, шығаратын, өшіретін дедім. Осымен жаңа неміз сыйластығымыз әлде сізге қалады. Бірақ дәл сізден осындай сөз есту, осылай айту сізге жараспайды дедім. Енді ары қарай шығармай қоямын, бүйте қоямын деген кісінің қолында емес қой. Өнермен шығады, несімен шығады. Может, ашуланып тұрған сол кезде сондай ағаларым айтарым, қолда жіберсеңіз алдарыңызға барған кезде келмейсіңдер, бүйтпейсіңдер, шықпайсыңдар дейді. Мен айтамын, мен алдарына барып тұрамыз. Қанша жыл болды ғой өнерге келе жатырмын. Тұрмыстап алдарына барасың. Астына қарап емес, қасына қарап дейді ғой. Өздері жылға қабақ танытпайды. Бір жерге бірдеме сұрасаң ертпейді, шақырмайды деген сияқты. Может, бөліне ма өздері, мен білмеймін, мен кухнясын енді түсініп отырмын ғой. Сол ағаларым айтатын, қолымнан келсе тартыңыздар, көмектесіңіздер, шығарып жіберіңіздер, ете жіберіңіздер. Ода тұрған не бар дегендей. Бәріміз бір өнердеміз. Сәлем десең. Самат, жақсы ашық сұхбат болды. Көп рахмет. Барлық сұраққа ашық жауап бергеніңіз үшін. Шынайы жауап бердім бәріне. Сізге рахмет, осылай бізге сұхбат беруге келгеніңіз үшін. Енді жаңа ойлашы деп армандадық қой, бұйырса сіздің Алматы аренада, Алматы қаласында болатын концертіңізге бізді шақыруды ұмытпаңыз, иә? Ол күнде алыс емес деп ойлаймыз. Барлық армандарыңыз орындалсын. Шығармашылық табыс тілейміз. Кездесудің көрермендері, бізбен бірге болғандарыңызға алғысымыз шексіз. Келесі шығарылымға дейін сау болыңыздар. Кездесуде кездескенше.